Ассалаумағалейкум жігіттер, менің атым Алихан, ал бұл YouTube желісіндегі әлі де ең жігітше канал. Көптеген жігіттердің киім туралы мазалайтын маңызды сұрақтарының бірі дерзко киінуді неден бастасам болады? Қандай гелікпен жүретін биік казақ сияқты аяққа табаны ақ Лора Пиана киіп жүрейін ба? Или оверсайз футболка киетін андай TikTok блогерлар сияқты жүрейін ба? Или чисто Гена сияқты спортивкамен жүрсем ба? Деп араларында толғанып жүргендер бар болса, төрлетіңдер. Осы видеода осы сұрақтарға нақты жауап беретін боламын. Қысқа әрі нұсқа кеттік. Ең алдымен жалпы түсінікке тоқталып кетейік. Әрине, не кием десең өз еркің. Қаласаң 1000 градус ыстықта қап-қара костюм ки, немесе тойларға тек спортивкамен бар. Бірақ спортивкамен туфли киіп алып жүрме. Алайда айтарым, ер адамның гардеробы түрлі стильдерден құралу керек. Неге? Өйткені киім киюдің басты мақсаты ол өзіңді максималды түрде қолайлы, қанағатты сезіну. Мысалы, егер сенің гардеробың тек классикалық киімдерден тұратын болса, походқа немесе футбол ойнауға шақырылған жағдайда классика киіп жүргенің қолайсыз болатын шығар деп ойлаймын. Сондықтан ер адамның гардеробы түрлі стильдерден құралуы керек. Номер 1. Классика. Бұған не кіреді? Костюм шалбар, ішінде жұмысқа киетінің бар, той томалаққа киетінің бар, түрлі жейделер, классика шалбарлар, шалбарларға арналған белдіктер, ұзын классика нәски және әрине классикалық туфли. Бұлардың барлығын қалай болса солай алмай, бір-біріне сәйкестіріп алу керек. Бұған тағы casual classic, smart casual деген стильдерді жатқызуға болады. Номер 2. Casual стиль. Бұл күнделікті киетін жеңіл киім. Джинсы, жейде, футболка, свитер, түрлі жеңіл шалбарлар, кроссовки, ботинкалар және күртешелер деген сияқты. Бұған мен streetwear, grunge деген стильдерді қосар едім. Бұларды да дұрыс таңдаудың түрлі жолдарын кейінгі видеоларда түсіндіріп кетемін. Номер 3. Әрине бәрімізге ұнайтын спорттық стиль. Өйткені кім не демесе де, менің ойымша спорттық стиль ең ыңғайлы киімдердің бірі. Спортивка, трико, шорты, кроссовки, компрессионный киімдер, бұның барлығы любой жігіттің гардеробында болуы керек заттар. Бұларды да жақсылап бір-біріне сәйкестіріп кию керек. Жарасымды әрі четко тұру керек. Жалпылама айтқанда, осы 3 стильде кез келген ер жігіттің гардеробында болуы керек. Марка, бренд маңызды емес. Лора Пиана болсын, базада алынған болсын, бәрібір. Ең бастысы өзіңе жарасымды размерімен сәйкес болсын. Менің ойымша ер адам меломан болу керек. Өмір бақи бір қара костюммен немесе тек спортивкамен жүрмеу керек. Жігіт болған соң сұлтан болу керек. Ал енді жігіттер, бүгін ер азаматтың гардеробы қандай киімдерден, қандай стильдерден құралу керек деген сұрақтарға нақты жауап бердім. Келесі кездескенше сендермен болған мен Алихан. Салам алейкум.